Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Аяулы дін қардашлар. Міне көп күткен Рамазан айымыз да келіп қалды. Көп күткен ай. Неге десе, Бухари Муслим еткерген сәлемі хадисте Алладың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху қал: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Рамазан айы келгенде еннет қапылары ашыладылар, яханнам қапылары ябыладылар. Шайтанлар темір шынжырға байланадылар. Аяулы аданаслар, қарындаслар, яханнам қапылары ябылып, еннет қапылары ашылған айды қайтып біз қарамайық. Бұл айда шайтанлар темір шынжырларға байланадылар. Сау ел бойынша біз адем дұшпанының үйретуімен жүріп, көплеген күнәлер етеміз. Үйкен кішкей күнәлер. Ар бір күнә жүректе кішкей қара ноқта із қалдырады. Егер адем өз күнәлерін түзетпесе, олардан босану үшін құлық етпесе, күнәлерін тайдыру үшін кешірім тілеп, намазларда дуа етіп, садақалар беріп, ораза тұтып, сондай игі істер етіп, ол заманда қара ноқталар адемнің саулай жүрегін билемеге болады. Сол заманда оның жүрегіне тайдырылмас, Аллаға қарсы тыңлаусыз деген тамға салынмаға болады. Аллах Таала бізді сондай бақтыдан сақласын. Соға көрі Рамазан айы бізге күнәлерден сілкінмеге, босанмаға амал болады. Жүректі тазаламаға, Аллаға юық болмаға. Неге десе, бұл ай шайтанның күші жоқ бұсырман адамге бұршау бергендей. Шайтанлардың аяқларында темір қапқынлар, олардың қоллары да байлы. Рамазан айы бізге еберілген затларды қайтаралмаға амал береді. Неге десе, бұл айда ибадат етпеге не шақылда еңіл, басқа айларға көрі. Өзекті сосы зат Аллаға саулай жүрегімен инанатаған адамге манелі. Алла Тааламан ақирет күнде yoluғы саяғына инанатаған адамге, оның алдында сорауға явап берегіне инанатаған адамге, оның райымлігін көтетағанға. Бұл дүниядың яшауына қызықсынған адам, күнлік яшаудың құлықларына басын соғып шығаралмаған адам, етекшілеу, ақша, даңқ сүйген адам, сосы сыйлы Рамазан айдың басқа айлармен теңлес туыл екенін аңламада аңламайық, сезбеде сезбейік. Белкі біраз мұңаймаға, ашуланмаға да болады. Неге десе, оға көп затларды бұл айда етпеге тысаулық болады. Ол Рамазан ай тез бітсе екен деп те ойламаға болады. Өзімізге, өз сезімлерімізге игі етіп, сақ тыңлап қарасақ, біз еңіл аңлармыз, қайдай адамлар санына киретағанымызды. Сүйінеміз бе Рамазан ай келгеніне, яда қайғырамыз ба? Ол бізге бек тез кетеме, яда айлап ұзын болып көрінеме? Рамазанға қарайтаған ойымыз бан біз өзіміздің ерімізді білеміз, Алладың янындағы орнымызды. Мен Аллаға тілеймін, шақыраман барыңызды дуа етпеге Алла Таала сосы айға сүйімімізді күшлі етсін деп, Аллаға сүйімімізді, пайғамбарға сүйімімізді де, саллаллаху алейхи ва саллям. Біз барымыз да білеміз, Рамазан айда күнәлерден ерек болу керек. Басқа күнәлермен бірге Рамазанда бізге күнлік яшауда болатаған екі күнә қосыладылар. Ол күндіз ас ашау яда ішу, күндіз әрі қатыныман юық болу. Егер басқа айларда бұл затлар айыплы туыл болса, Рамазан айда ауыр күнә деп саналады. Сол күнәлерден тазалану үшін қоймай үзбей 2 ай ораза тұту керек. Міне қайдай үлкен Рамазан айының валилігі. Амма астан судан, қатын әрімен күндіз юық болудан ыслану, bizim orazamızdı, yüzümüzde yahannem otundan 70 yıl yolundan uzak etetağın oraza boluğu üçün yetpeydi. Oraza ayda bek sak bolu gerek. Küneler yibermesi üçün iyi hazırlık körü gerek. Biz iyi yiberetağın künelerden erek bolmağa tarık. Ama kaysı künelerge bek es beru gerek biz. Allah'ın elçisi aytkan sallallahu aleyhi ve sellem an Abi Hurayrata radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Kim özünün yalgan sözlerin islerin koymagan, Allah'a onun astan suldan özün kıtıp koyuğu kerek tuğul. Al-Bukhari imam yetkeriyen. Munda aşıklap anlatıladı. Oraza ıslav tek öz kövdesinin astan suldan kıtu tuğul. Yaman, erşi islerden bosanı boladı. Solardың ішінде Алладың елшісі алдатуды ялғанлықты айырып айтады. Соны үшін ораза айда біз ялғанлықтан, алдатудан ерек қашпаға керекпіз.
Келекте де өз жашабымызда сол күнәләрдән эрек болу керекбез. Алдатуга кирәде ялганлык, башкадың акында ялганнан ягып айту, өз ойларыман ой токтас этүү башка адам акында. Тергелмеген сөзләргә инану айту. Bizim yaşamda özümüz sezbей таган бек көп өтірік затлар бар. Мысалы, біз айтамыз, bu адам урлай тагандыр, яда bu адам башкаларга ярдәмлашып йөрә тагандыр деп. Өзіміздің ішкі ойымыз бан сондай ой токтаслар этпеге боламыз. Сөйтіп біз өтірік сөйлейміз. Бүгінгі мұсылманлар ішінде кім сосындай күнәләр алмайды өз басына? Бек аз адамдар. Алладың сайлап алған құлларынан басқа. Соға көрі Алладан сондай затлардан эрек етсін бізді деп тілейік. Біреудің ақында яман ойлау, тергелмеген бос сөзлерден, шекленуден эрек етсін деп. Адамдар арасында болатаған ашық затларды айтпайық. Мысалы, өзінің кісесі үшін сату тармағында болатаған алдатулар, бизнес тармағында басқа адамдар арасында болатаған қарсылықлар. Өтірік айтпаға тек мұсылманларға туыл, басқа адамларға да ярамайды. Басқа адамларды да алдатпаға ярамайды. Тек соғыс түгілісінде болатаған алдату ярайды. Солай ақ екі мұсылманды бірі-бірімен ярастыру үшін айтылатаған өтірік сөз. Мысалы, олардың біреуіне айту, сенің ақында анауы игі сөзлер айтты деп, ол айтпаған болса да. Солай ақ хатыныман ері бірі-біріне айелді сақлау үшін, мен сені қалай сүйемін деп айтпаға болады. Сезімлер көпті құтылған болса да, айелді бұзбас үшін. Қалған басқа затларда алдату ауыр күнә, атурашылық бек игі іс. Соның үшін біз Алла Тағаладан тілейміз, бізді бары өтірік сөзлерден сақласын, бізді турашылықпан ярасықласын, ақырет күнде турашыл адамлардың санына кіргізсін деп. Сау болыңыз. Оразаңызды Аллах қабыл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.